Merhaba arkadaşlar, dersimize devam edelim. Sabahımızı araya жалғастырайық. Önceki dersimizde harfleri öğrendik. Yani Türkçe'de 29 harf vardır. Bunların 8'i ünlü harf olsa 21'i ünsüz harftir. Ünlüler de ikiye ayrılır. Onlar kalın ünlüler, yani kalın жуан дауыстылар ünlüler ve ince ünlüler. Жіңішке дауыстылар болып екіге бөлінеді. Sonra da bunları okuduk. Yani sonra da biz larler çoğul ekini öğrendik. Öyle mi? Yani bunu da tekrar edelim. Yani tekrar etmek. Давайте қайталап кетейік. Bunu ne zaman kullanırız? Қашан қолданамыз бұл деген сөзді? Bu yakın şeylere, yani yakın нәрселерге, şey demek, нәрсе. Şu uzak şeylere. Ve o çok uzak şeylere. Gördüğünüz gibi, көріп тұрғандарыңыздай, осындай мағынада қолданамыз. Негізі орыс тілінде шу мен о бірдей аударылады, то, та деген алыстағы нәрсені. Бірақ кішкене айырмашылық бар. Шу деген кішкене жақын, бұл деген көз алдымызда тұрған нәрсе да, қолымыз тиіп тұратын. Мынау шу деген кішкене алыс, ол тіптен алыс. Немесе біз көрмейтін нәрсеге қолданады. Sonra da çoğul eki, yani егер біздің сөзіміз кез келген зат есіміміз А, О, Уға аяқталса, лар екі olacak. Лар деген ek жалғауы болады. Ал И, Өға аяқталса, онда лер болады. Көріп тұрғандарыңыздай, китап, китаплар, қызлар, куту, кутулар, көй, көйлер, кедей, кедейлер. Тағы бұл жерде лар, лерге қатысты бір мәселені айтып кету керек. Көріп тұрғандарыңыздай, егер біздің осы зат есімнің алдында сол зат есімнің қаншау екенін көрсетіп тұрған болса, 3, 4 деп тұрса, онда лар-лер жалғанбайды. Көріп тұрғандарыңыздай, sayılarla ve miktar bildiren sıfatlarla birlikte kullanılan isimlerde çoğul eki kullanılmaz. Yani алдында sayılar деп тұрғаны цифр, сандар, сандар көрсетіліп тұрса, қанша сан екен, онда лар-лер қолданылмайды. Яғни, 3 çocuklar болмайды. 2 kalemler болмайды. Олай айтсаңыз хата, яғни қате болады. Sadece тек қана деген сөз 3 çocuk, 2 kalem, 5 bardak болып қалады. Және қанша екенін білдіріп тұрған нәрселердің барлығында лар-лер қолданылмайды. Az kişiler болмайды, az kişi. Çok insanlar емес, çok insan. Hiç yabancı. Ешқандай, yabancı деген иностранец. Шетелдік адам. Мыналарды өздеріңіз жасап шығыңыздар, сосын маған тексертіп жіберсеңіздер болады, тексеріп шығамын. Содан бүгінгі сабағымызда біз ма, ми, му, мүді осы тақырыпты алдық. Яғни бұл қандай жалғаулар? Бұлар сору еки. Сору деген сұраулы сөйлем. Сұраулы сөйлемнің жалғауы. Яғни бұл маса ма? Бұл не? Стол ма? Бұл шкаф па? Бұл ит па? Яғни сұраулы сөйлемдерде біз ма, ми, му, мүні қолданамыз. Егер А-ға аяқталса, біздің соңғы дыбысқа қараймыз, соңғы әріпке. Доллапта 2 буыннан құралып тұрса, ол алдыңғы буынға қарамаймыз, соңғы буынға қараймыз. Соңғы буыны жіңішке әріп болып тұрса, онда миді қоямыз. Соңғы буыны жуан болып тұрса, мұны қоямыз. Яғни бұлай, бұл долап, мына жерде көріп тұрған А болып тұрғандықтан М болды.
Bu dolap mı? Evet, bu dolap. Bu şkaf. Bu şkaf mı? Ya bu şkaf. Şkaf. Pardon. Bu masa mı? Bu stol mu? Hayır, bu masa değil. Değil деген емес деген сөз. Yani жоқ деген кезде değilді қолданамыз. Емес. Жоқ. Stol емес. Koltuk. Диван. Бұнылар көпек mi? Мына жерде енді көпеклер ми болмайды. Себебі бұлар деген көпше түр екенін білдіріп тұр. Яғни қанша көпше түрде екен алдында көрініп тұрғандықтан бұнылар көпеклер болмайды. Бұнылар көпек болады. Бұнылар көпек ми? Evet, бұнылар көпек. Енді мына төмендегіні өздеріңіз толтырыңыздар. Біріншін айтып кетейін, қалғанын өздеріңіз толтырып маған жіберіңіздер. Bu öğrenci иге аяқталып тұр. Яғни немен қоямыз? Mi'ді қоямыз, дұрыс па? Bu öğrenci mi? Evet, bu öğrenci. Hayır, öğrenci değil. Hayır болса, değilді міндетті түрде қоясыздар. Мынау жұмшақ ге, бұл өзіне г болып оқылмайды, öğrenci. Яғни оның алдындағы ö әріпін созамыз, екіге созып оқимыз. Öğrenci. Ары қарай өздеріңіз жасайсыздар. Ға аяқталып тұр, яғни қайсысын қолданамыз? М. Bu sınıf mı? Evet, bu sınıf. Ары қарай жасауларыңыз керек. Енді burası. Burası neresi? Орыс тілінде что за место? Бұл қандай мекен, қандай жер? Burası, şurası, orası деген мекен жайларға қолданылады. Яғни burası neresi? Burası ev. Бұл жер үй. Şurası neresi? Кішкене алыста айтып көрсетіп тұр. Бұл жер қандай жер? Şurası бақче. Бұл жерде де х-ны өте жіңішке жұмсақ оқуымыз керек. Бақче, х емес, бақче. Араб тілінде х деген әріп бар, жіңішке ауа сияқты. Солай шығады. Араб тілін білетіндеріңіз болса, жалпы ауа сияқты, білінер-білінбес, бақче. Осылай шығу керек. Өте жіңішке жұмсақ шығарасыздар. Ол жер, анау тұрған жер бақша ма? Иә, ол тұрған жер бақша. Орасы деген кішкене алыс жерді көрсетіп тұр. Орасы сокак. Анау жер көше. Осыны өттік. Егер бір сіз мекен жайды айтқыңыз келіп тұрса, бір остановкада, аялдамада тұрсаңыз, burası neresi деп айтасыз. Бұл не деп айтпайсыз. Бұл дегенді тек зат есімдерге қолданамыз. Егер бір мекенді сұрап тұрсаңыз, бір үлкен зданияны көріп тұрсаңыз, онда шурасы neresi? Шурасы сондай зат, орасы neresi деп сұрайсыздар. Зат мекен жайларға бурасы, шурасы, орасы деп сұрайсыздар. Мына жерде де тыңдау керексіздер. Группаға жібердім мен тыңдалымды. Сол тыңдап, мынау орындарын толтыруларыңыз керек. Осыны өттік. Сосын мына тексті оқыдық. Осыны да тексті оқып жаттап алыңыздар. Магда, affedersiniz. Öğretmen, evet Magda. Magda, soru ne demek? Сұрақ деген не деген сөз деп тұр? Сору деген сұрақ деген сөз. Яғни, мысалы, шетелдің адамы, мысалы, сізге мен эк деп айтып жатырмын да. Сіз яғни affedersiniz, кешіріңіз. Эк демек не демек? Яғни, эк дегеніміз не деген сөз ғой? Не демек дегені? Эк ол бір жалғау, я? Soru ne demek? Öğretmen cevap беріп жатыр. Ben soru soruyorum. Мен сұрақ сұраймын. Сен сұрап жатырмын. Дәл қазіргі әрекет. Сен cevap veriyorsun. Сен жауап беріп жатырсың. Магда айтады. Üzgünüm, anlamıyorum. Өкінішке орай түсінбей жатырмын. Öğretmen, tamam. Жақсы дейді. Soru, senin soru, бұл сұрақ деп тұр да, бұл сұрақ. Soru, senin adın ne? Сұрақ.
Ол сенің атың кім? Cevap өзі жауап беріп жатыр. Жауап ол нәрсе benim adım Mada. Мағда да айтады, тамам, anladım, teşekkürler. Осыны жаттайсыздар. Сосын келесі сабақта мына жаттығуларды орындаймыз. Мынаны да бір оқып шығыңыздар. Осыларды жаттауға тырысыңыздар. Өйткені алдағы жаттығуларда біз суреттерге қарай отырып, соны сипаттауымыз керек. Мысалы, бурасы ev, шурасы салон, bu koltuk. Егер сөздерді білмесеңіздер, сипаттай алмайсыздар. Бурасы mutfak, яғни бурасы хаммам, бұл ванна деген сияқты.